Саламатсыздар, құрметті көрермен. Эфирде Тобыл таныса, ақпараттық танымдық сазды бағдарламасы және де оның жүргізушілері. Біз Анель Пимичева және менің әріптесім Маргарита Иванова. Алдағы 90 минут, яғни 1,5 сағатта бізбен бірге болыңыздар, себебі керемет әңгімелерді тарқататын боламыз. Сонымен қатар керемет әуендер тыңдап, жаңа достарды табатын боламыз. Сонымен қатар біз тікелей эфирде жұмыс істегенімізді айтып өткен жөн. Сондықтан эфиріміздің байланыс телефоны 543904. Егер де бүгін сіздердің туыс-туғандарыңызда, достарыңызда туған күн немесе керемет осындай бір көңіл күй болса, онымен бөлісіп, әрине де біздің студияға хабарлассаңыз болады. Добрый день, дорогие друзья! В эфире телеканала Костанай, развлекательная, наша познавательная передача Тобыл таныса. Ближайшие 1,5 часа мы проведем вместе с вами. Наш номер 543904, код города 87142. С этой минуты мы с Анель готовы принимать ваши поздравления, пожелания, приветы, ну и, разумеется, вопросы нашим героям, которые очень скоро появятся в этой студии. Ендеше біздің дәстүрімізге сай, әрине ауа райы болжамына кезекті бөлейік, содан кейін өзіміздің бағдарламамыз бен қызықты әңгімемізге оралайық. Итак, внимание на экран. Ну что, Анель, 30 градусов, прям лето-лето наступает в нашем регионе. Кстати, в эти выходные обещают аномальную жару от 32 градусов по всей области. Поэтому, дорогие друзья, будьте аккуратны. После такого долгого периода, достаточно прохладной температуры, мне кажется, такой резкий скачок. И особенно люди, которые страдают давлением, которые очень подвержены изменениям природным, им будет непросто пережить эти деньки, но впереди лето, я думаю, все мы ждали то самое долгожданное тепло, поэтому будем радоваться природе, как говорится, у нее нет плохой погоды, будем наслаждаться и пухом, который уже летит вовсю, и жаркой температуре, и всему-всему, что только есть на этом свете. Просто, мне кажется, ко всему нужно подходить с улыбкой, и тогда нам не страшны ни холода, ни жаркая погода, Просто нужно найти тот самый баланс. В дневное время необходимо проводить где-то в тени, не под активными солнечными лучами. Ну а вечером можно смело отправляться на прогулку и сделать какие-нибудь упражнения. Я әрине, осы ауа райы ешқашан жаман болмайды дейді. Дегенмен мен жаңбырлы ауа райын жақсы көремін. Былай қарағанда қазіргі таңда әрине маусым нағыз шыжыған ыстықтан басталайын деп жатыр. Бұл бір жағынан керемет, ерекше жаз болайын деп тұр. Бұл өте қатты сезіледі. Сондықтан құрметті біздің қостанайлықтар, өздеріңізді күтіп жүріңіздер. Сонымен қатар ақ ұлпа мамықтың осы маусымы да басталайын деп жатыр. Тіпті басталды. Қазір біз қысқа оралғандай өзімізді сезінеміз. Мамыр айы болса да біз осындай нағыз ертегі әлеміне саяхат жасағандай. Мен өзімді солай сезінемін. Тіпті Парк Победы немесе орталықта жүрсең, көбінесе сондай керемет бір жаңа жылдық көңіл күй кішкене басталып жатады. Дегенмен жаңа жыл емес, жаңа маусым, жаз мезгілі, бұл өте жарқын мезгілдердің бірі, және де біз сол мезгілді күтудеміз. Ал енді Марго,
Бүгін күнтізбеге қарадыңыз ба? Бүгін қандай күн? Даже не знаю. Я думаю, что ты уже посмотрела и сможешь нам поведать, какие сегодня есть замечательные даты. Негізі бұл апта өте лезде өткені барлығымызға мәлім. Бүгін 30 мамыр, демек мамырдың соңғы нағыз сондай керемет күндері. Мен мамыр айын өте жақсы көремін, сондықтан қазір қимай отырмын. Бірақ бүгін тарихта қалған керемет күндер бар екен. Бұл күн Григориан күнтізбесіндегі 150-ші күн. Бұлай жаңа жылдық көңіл-күй жайында жайдан жай айтқан жоқпын, себебі жаңа жылға дейін 215 күн қалды. Бұл жылдың тіпті ортасы емес, себебі ортасы шілде айында болады. Ал 30 мамыр Қазақстан тарихында оқиғаларға толы болғанын айтып өтті. Мысалы, 1595 жылы Тәуекел хан Мәскеуге келген орыс елшісі Вильямин Степановты қабылдады. Бұл нағыз тарихи факт. Сонымен қатар 1953 жылы Қазақ академиялық опера және балет театрында Дударай операсы алғаш рет қойылды. Дудараяның біз барлығымыз білеміз, дегенмен опера жайында осындай қызықты мәлімет біздің есте қалсын. Және де 1997 жылы Алматыда Әлібек Дінишев театры ашылған екен. Осындай қызықты фактілер бар. Дегенімен алда осы күнтізбеде керемет күндер күтіп отыр. Біздің демалысымыз бір тарихи да қызықты күндерге толы болмақ. Соның ішінде 31 мамыр қандай күн екені барлығымызға белгілі. Бұл әділетсіздіктің құрбаны болған ата-бабаларымыздың рухына тағзым ететін күн. Қазақстанда ГУЛАГ жүйелерінің ең ірі лагері Алжир, Степлак, Карнаг орналасқан екенін біз барлығымыз білеміз. Сондықтан бұл жерде құрбан болған барша жандарды біздің Қазақстанымыз үшін жаны шырылдап, өзінің өмірін беруге әзір болған жандарды еске алу, тағзым күні болып есептеледі. 31 мамыр тарихи үнсіз еске алу емес, болашақты әділетпен құру үшін осындай бір күн ретінде біз оны тануымыз керек. Себебі шын жүзінде бұндай күнді ешқашан ұмытуға болмайды. Основательно подошла к ответу на мой вопрос. Вместе с тем, вот, историческое образование дает о себе знать. Да, я сразу перенеслась так мысленно в завтрашний вечер, потому что завтра на нашем канале очередной выход программы «Субботний вечер». И гостем как раз-таки станет известный историк, педагог высших учебных заведений области Айбек Шалкимбеков. Между прочим, учитель с 45-летним стажем. За это время много чего интересного в его личной истории образовалось, о чем он обязательно поведает нашим зрителям. Поэтому завтра приглашаем всех экраном телевизоров. Проведите субботний вечер вместе с нашим телеканалом. К слову, именно Айбек Батырханович был одним из тех, кто заложил исторический фундамент в моем образовании, потому что этого человека я знаю не понаслышке, он был моим преподавателем эти 4 года в стенах университета, так как я получила историческое образование. И хотелось бы отметить, что недавно он получил награду от имени президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Конечно, дорогие друзья, не пропустите данную программу, будьте с нами у экранов телевизоров. Және де біздің байланыс телефонымыз 54-39-04. Міндетті түрде бүгін егер сіздердің отбасыларыңызда керемет бір күн болса, сонымен қатар туған туыстарыңыздың туған күні болса, біздің арнаға хабар шалып, оларды құттықтасаңыз болады. Себебі біз сіздердің керемет күндеріңіздің себепкері болуға өте қатты қуанышты боламыз. Ну вот если Айбек Батырханович заложил тебе основу исторического образования, то прямо сейчас следующая рубрика поможет, наверное, заложить основу любви к здоровому образу жизни. Прямо сейчас небольшой комплекс упражнений, который взбодрит нас в течение этого рабочего дня.
Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге мен, Балдырған Асқанбаева. Бүгінгі сергектік сыры бағдарламасында сіздерге белді нығайтуға арналған жаттығулар кешенін ұсынамын. Біз өміріміздің көп бөлігін қозғалыссыз отырған күйде өткіземіз. Көпшілігіміз кем дегенде бір рет бел аймағында ыңғайсыздық пен ауырсынуды бастан өткердік. Бақытымызға орай, бұл жағымсыз симптомның алдын алуға немесе жеңілдетуге көмектесетін жаттығулар бар. Жаттығуымызды жасау үшін кілемшеге ыңғайланып жатамыз. Кейін тізеңізді бүгіңіз, табандарыңызды жерге нық қойыңыз. Қолдарыңызды дененің бойымен созып, төсенішке қойыңыз. Ішпен бөксеңізді қысып, дем алған кезде жамбасыңызды жоғары көтеріңіз. Ал дем шығарған кезде төмен түсіріңіз. Менімен бірге 7-8 рет жасаңыз. Бұл жаттығу бел үшін ғана емес, сонымен қатар бөкселер үшін де пайдалы. Жылдам қимыл жасамаңыз. Келесі жаттығуды орындау үшін ыңғайланып отырыңыз. Аяқтың саусақтарын өзіңізге қарай тартыңыз. Қолыңызды жамбастың бүйіріне қоясыз. Бел омыртқамызды тік ұстаймыз. Кейін дем алған кезде беліңізді жоғары көтеріңіз. Дем шығарған уақытта төмен түсіріңіз. Бұл жаттығуды менімен бірге 7-8 рет орындаңыз. Бұл жаттығу бел ауырсынуын жояды. Жаттығуды аяқтаған кезде қолымызды жоғары көтереміз, дем шығарған кезде қолымызды біртіндеп төмен түсіреміз. Белді нығайтуға арналған бұл әдеттер мен жаттығулар көптеген мәселелерді болдырмауға және қалыпты түзетуге көмектеседі. Ең бастысы оларды үнемі орындау. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Продолжается прямой эфир на телеканале Костанай. Мы все взбодрились за время этой рубрики. Кстати, видимо, кто-то все-таки предпочел делать зарядку для ума. Анель, ты с нами? Уже завершилось? Да. Интересно. Я на самом деле увлеклась книгой. Мен өте қызық кітап оқып жатырмын. Балалық шаққа саяхат деп аталады. Егер аударатын болсақ, то есть путешествие в детство. Да. Марго, сіз үшін балалық шақ нені білдіреді? Что для вас значит детство? Мне кажется, это такой глубокий философский вопрос, и двумя фразами об этом не расскажешь. Но недаром говорят, что это самый такой светлый период в жизни каждого человека, наполненный любовью, радостью, какими-то такими трогательными воспоминаниями. Самый такой продолжительный этап, да, где закладывается основа личности человека, вообще всего его будущего. Я не могу тебе ответить на этот вопрос в двух предложениях. Но все равно, так скажем, ответ был содержательным. Маған жауабыңыз өте оңады, себебі балалық шақ бұл біздің ең жарқын кезеңіміз. Сіз де оны айтып өттіңіз, шындығында да мен үшін балалық шақ бұл анамның керемет тәтті бәліштері. Атамның ертегілері мен жалпы әрқашан өткізген түрлі іс-шаралары. Осы атамның арқасында ең бірінші тарихи кезеңге де өзімнің назарымды салып, содан кейін тарихшы боламын деп армандай бастадым. Бұның барлығы енді балалық шағымның керемет бір көрінісі, дәлелі. Ал енді балалық шақ самое беззаботное, то есть жарқын, ерекше уақыт екені белгілі болып отыр. Енді бұл армандар уақытта бір жағынан. Екінші жағынан тәтті естеліктер кезеңі. Ал айтқым келетіні, бұл күн балалардың құқықтары мен бақытты балалық шаққа деген құқығын қорғау мақсатында әлемде бірінші маусым күнің балалар қорғау күні деп бекітті. Демек, жексенбі күні
маусымның алғашқы күнін біз осындай мерекемен де атап өтетін боламыз. Бұл мереке 1950 жылдан бастап өткізіліп отыр. Сондықтан бүгінгі бағдарламаның бір легі де соған арналмақшы. Кішкене интрига жасайық. Да, небольшая интрига, но абсолютно точно, да, без всякой интриги мы можем сказать о том, что оставаться с нами нужно до конца эфира, потому что 2 гостевых включения очень интересных, разных по наполнению, содержанию, но тем не менее они вас, безусловно, покорят и тематикой, и теми людьми, которые сегодня окажутся в этой самой студии. Вы можете быть нашим помощником в этом вопросе, задавать свои вопросы, влиять на ход развития нашей беседы. Обязательно готовьте их, 54 39 04. Очень скоро гости появятся в этой студии. Ну а пока есть еще одна традиционная часть нашей передачи. Прогноз погоды мы с тобой посмотрели, нашим зрителям рассказали. А вот что касается астропрогноза, то внимание на экран. Обожаю эту рубрику на самом деле и очень ее ждала, потому что я тоже люблю смотреть и узнавать о том, о чем же нам расскажут звезды. Поэтому, дорогие телезрители, оставайтесь у экранов телевизоров. Астропрогноз. Тоқты, бүгін жақындарыңызды жақсы түсініп, ортақ тіл табыса аласыз. Үйдегі проблемаларды талқылайсыз. Белсенді өмір салты мен жаттығулардың арқасында күн жақсы өтеді. Мамандардың ұсынысын тыңдаңыз. Торпақ, жеке өміріңізде көптеген жағдай болуы мүмкін. Сізді бейтаныс адам қызықтыруы мүмкін. Сондай-ақ, қарым-қатынаста абай болыңыз. Асығыс әрекеттерден аулақ болыңыз және тым бір жақты қорытынды жасамаңыз. Егіздер, көктемнің соңғы айында тыңбай еңбек етіңіз. Бұл мансап пен қаржылық табысқа жетуге көмектеседі. Табандылық пен төзімділік танытыңыз. Күш жігеріңізді орта жолда тастамаңыз. Шаян, егер сүйіктіңіздің көз алдында тартымдылығыңызды арттырғыңыз келсе, онда оған жетістіктеріңіз бен маңызды ойларыңызды артудан қорықпаңыз. Жеке пікіріңіз еленбейтін жағымсыз қарым-қатынас сіз үшін жақсы емес. Арыстан, отбасыңызға тосын сый жасаңыз. Бүгін отбасыңызға барынша көп уақыт пен көңіл бөліңіз. Бүгінгі келіссөздер шешуші болуы маңызды. Наразылық білдіріп, өз пікіріңізді білдіріңіз. Бикеш, бүгінгі жұмыста сіздің салаңызға басқалардың қызығушылығы оянады. Дайын болыңыз. Бірлесіп жұмыс істеуге немесе қайта кездесу туралы ұсыныс түседі. Бірақ бұл жобада абай болыңыз. Таразы, қан тамырларыңызға назар аударыңыз. Жүрек ауруларының қаупін азайту үшін жеткілікті су ішіңіз және куркума, түймедақ сығындыларын қабылдаңыз. Бүгін кәсіби ортаңызды жақсартуға мүмкіндік аласыз. Саршаян, бүгін мұқият болыңыз. Денеге, әсіресе жүрек аймағындағы ішкі мүшелерге назар аударыңыз. Ата-анаңызға қоңырау шалыңыз, қажет болса, оларға рахмет айтыңыз. Мерген, достық сізге көптеген жағымды эмоция береді. Қазір айналаңыздағы адамдарға алғыс айтыңыз. Сіздің өміріңізде олардың маңызды орны бар. Тауешкі, бүгін денсаулығыңызға зиян келтіретін кез келген жүктемеден, стресстен бас тартқан абзал. Отбасылық қарым-қатынасты қайта қарайтын кез келді. Бастаманы қолға алыңыз. Өз пікіріңізді айтудан қорықпаңыз. Су құйғыш, бүгін аздап өзіңізге талдау жасаңыз. Қарым-қатынасыңызды нақты не қалайтыныңыз туралы ойланыңыз. Бүгін олардан не қалайтыныңызды айтып көріңіз. Бүкіл отбасыңызбен бірге хоббимен айналысыңыз. Балықтар, отбасымен ортақ келісімге келу икемділік үшін қажет. Келісімге қол жеткізуге және проблемадан шығу жолын табуға көмектесуге дайын болыңыз. Ну что же, я надеюсь, что каждый из вас прямо сейчас услышал те самые заветные слова, которые настроят вас на весь предстоящий день, а заодно и выходные, потому что, как вы знаете, в субботу и воскресенье, к сожалению, наша передача не выходит в эфир. В таком составе мы уже встречаемся в следующий понедельник. Ну а пока запомните, такой общий прогноз для всех знаков, что у вас непременно выходные пройдут хорошо. Главное просыпаться с улыбкой и вот делиться этим самым чувством позитива со всеми окружающими. Тогда все непременно сбудется, правда? Әрине, мінекей, біз күнге деген сергіктік сезімімізді ояттық.
себебі жұлдыздармен бірге жаттығу жасадық. Ол бір. Енді мен кішкене миға жаттығу жасасам, біздің көрермендеріміз әрине өздерінің денелерін сергітті. Ол бір. Екі, күннің ауа райы қандай болатынын, құбылмай кететінін де түсіндік. Себебі бүгін 30 градус 0-ден жоғары. Сонымен қатар күнге деген мотивацияны да алдық. Бұл осы астропрогноз рубрикасы арқасында жүзеге асқан болатын. Құрметті достар, сіздер бүгін қандай іс-әрекетті істеу керек және қандай әрекеттен кішкене бас тарту керек екенін білген шығарсыздар. Сондықтан біз бағдарламамыздың келесі легіне де көшетін сәт келіп жетті. Себебі бірдеңе жетіспей тұрған сияқты. Ал жетіспей тұрғаны бұл әрине де біздің достарымыз, бұл біздің қонақтарымыз. Ал бүгін әрине жаңа ғана айтып өткендей, бүгін ерекше шығарылымдардың бірі болмақ. Себебі жақын арада бізде 1 маусым халықаралық балалар қорғау күніне осындай бір мереке күтіп отыр. Сондықтан бұл мерекеге орай біздің керемет балалық шақты қалай қалыптастыруға болады? Бұл кезеңді қалай есте қалдыруға болады? Және балалармен тіл табысудың сырлары жайында сөйлеспекшіміз. Итак, друзья, мы подходим к тому самому заветному моменту, когда гости должны появиться в этой студии. Небольшой намек мы дали, но все самое вкусное сразу после музыкальной паузы на телеканале Костанай. Не переключайтесь. Ән көңілдің ажары, сондықтан бірге ән айтып, би билеп, келесі біздің қонақтарымызды да күтетін сәт келіп жетті. Сезімді ұмытпаймын мен ғашық болған кезімді, көріп бүлдір көзіңді, естіп тәтті сөзіңді, ұстай алмадым өзімді. Көрікті сұлуың, елікті қылығың, баурады бұрамын дейсің. Ешкімге қарама, тек мені бағала, сүйсең сен мені ғана сүйші. Балдай ләззат сен сыйладың ау түр-түрлі, қандай ғажап сүйген сұлу сылқымды, ұрлап күндіз күлкімді, біздің түнгі ұйқымды болып жүрмін ай бір түрлі. Көрікті сұлуың, етті қылығың, баурады бұрамың иісі. Ешкімге қарама, тек мені бағала, сүйсең сен мені ғана сүйші. Көрікті сұлуың, елікті қылығың, баурады бұрамың иісі. Сүйсең сен мені ғана сүйші.
Құрметті көрермен, бала біздің болашағымыз, жүрегіміздің жылуы. Бүгін біз балалық шақтың сыры мен қуанышты бірге зерттейтін боламыз. Ал бұл миссияда бізге көмекші болатын Айдана Қылышбекқызы, педагог, психолог және Әміре Бақыт нөмірі 20-шы орта мектебінің 1-ші сынып оқушысы. Онда бастайық. Ең алдымен кішкентай қонағымызбен сөйлесіп көрейік. Сәлем Батырым. Қалың қалай? Жақсы. Алда сені керемет өмір күтуде, және де бұған орай өскенде, үлкен болғанда кім болғың келеді? Папа сияқты прокурор болғым келеді. Ой, керемет арман екен. Ал мектепке барған кезде қандай сабақты жақсы көресің? Математика. Неліктен? Несімен ұнайды математика? Есеп шығарасың? Есеп шығарам. Жақсы. Ал мектепте достарың бар ма? Иә. Достарың көп па? Иә. Қанша досың бар? Көп достарым бар. Былай санауға келмейді, иә? Өте көп. Ал достарыңмен қандай ойын ойнайсың? Футбол ойнаймын, волейбол ойнаймын. Демек, күнің өте сондай керемет сәттерге толы, иә? Иә. Жақсы. Айдана Қылышбекқызы, сіз қазір педагог-психолог болып қызмет атқарасыз. Осыған орай, қазір балаларға не қажет? Осы бақытты балалық шақтың негіздерін қалай құра аламыз? Бақытты балалық шаққа ең бірінші ата-ананың қолдауы қажет, және түсінуі сол баланы. Өзінің отбасында ата-ана қолдау отырса, баланы жазалау емес, қолдау көрсету көп болса, қазіргі балаларға ең бастысы сол. Кішкентай жетістіктеріне қуана білу баланы, шабыттандыру, мотивация беру. Керемет. Ал енді балада өзіне өзіне деген сенімділік болу қажет. Бұны әрқайсымыз білеміз. Ал осы сенімділік пен өмірге деген қуаныш сезімін жалпы біз қалай қалыптастырып, оған қалай өзіміздің қол ұшымызды бере аламыз? Балаларға қазіргі заманның балалар енді көбінесе біз интернет желісі арқылы балалар көбінесе дамып жатыр, әртүрлі тілдерді де біледі, мысалы ағылшын, орыс тілі деген сияқты, қазақ тілі деген сияқты. Қазіргі балаларды шығармашылық жағынан, қай жағынан баланың қабілеті бар, соны көре біліп, ары қарай дамытсақ, жаңағы ата-ананың бұл жерде ықпалы. Мысалға, отбасындағы бірге уақыт өткізуі, баланың жеке сөйлесуі, ашық сөйлесуі, солар. Керемет. Ал енді былай қарайтын болсақ, жалпы бақытты балалық шақ дейміз. Сонымен қатар, бұл балалық шақтың негіздеріне, сонымен қатар отанға деген сүйіспеншілік, патриоттық сезімді де оята білу қажет. Енді осы тұрғыдан бақытты балалық шақ пен патриоттық сезімнің интеграциясы нәтижесінде біз негізі былайша айтқанда отбасы мен мұғалімдердің байланысын қалай көрсете аламыз, немесе қалай қалыптастыруға болады осындай тандемде керемет тұлғаны қалыптастыру үшін? Біз енді мектепте үштік одақ болып жұмыс істейміз, ата-ана, бала және мұғалім болып. Енді көбінесе қазіргі жастар енді ең бастысы ата-анаға байланысты ғой барлығы. Ата-ана сол баланың сабақ жағын, шығармашылық жағын қалыптастыра білсе, үйде қай жағына, кейбір балалар болады ғой, сабаққа дұрыс ынтасы болмаса да, шығармашылық жағынан, спорт жағынан соны ата-анаға жеткізуге тырысамыз. Жаңағы балаға көбінесе баланың жетістіктері арқылы жаңағындай. Мысалы, мектепте балалардың жетістіктерін көбінесе айтып отырамыз, мадақтап отырамыз. Әнұран айтылады, мысалы, жаңа патриоттық сезім деп жатсыздар ғой, әртүрлі іс-шаралар ұйымдастырады мектептерде. Сурет салғызамыз балаларға, сол суреттер арқылы әртүрлі психологиялық баланың дарындылықтарын танимыз. Керемет. Ал енді бүгін сізбен бірге Әміре дейтін баламыз, бүлдіршініміз отыр. Осы Әміренің қандай жетістіктері бар?
Әміре енді ән айтуға, тақпақ айтуға бейім. Қандай жетістіктерің бар өзіңнен? Бойындағы жетістіктерін айта аласың ба өзің? Ойлану керек, я? Жақсы. Жаңағына апайың, сен керемет тақпақ оқисың, өлең оқисың дейді. Ал бізге дайындап берген өлеңің бар ма? Иә. Оқи қойшы. Ілияс Жансүгіровтің осы бірінші сынып қой оқулығына қатысқан. Ілияс Жансүгіровтің тақпағын айтып берсең, айта. Ильяс Жансүгіров домбыра. Домбыра ішінде мін бар ма, мінсіз болсын тіл бар ма, тар жоқтауге бола ма, кейде анық үн бар ма. Домбыраның күші мол, кімейінде кей бар ма, сыдыр-сыдыр шарқаныстан төгірді өдерістен үн шыққанды жобырыстан шыңғырады ашыңкей. Керемет, домбыра туралы. Домбыра туралы не білесің? Домбыра туралы білесің ба? Домбыра туралы. Күй тартады, домбырамен. Күйлер ұнай ма? Домбыра тартады. Я. Екі шекті керемет қазақтың ұлттық аспабы, я? Ал енді қазақтың мәдениетіне келсек, саған қандай ертегілер ұнайды? Маған Телевизордан қазақша ертегілерді көп көреміз біз үйде. Балаларға мысалы көп көрсетем. Қандай сонда ертегілер ұнайды? Сен өзің кім болғың келеді қазақ ертегілерінің батырларынан? Мұқан болған келеді. Қажымқан сияқты батыр болғың келеді, Иә. Керемет. Ендеше сондай керемет жігерлі батыр болуға тілектеспіз. Енді Айдана Қылышқызы, мектепте көптеген жұмыстар атқарылып жатқанын сіз өзіңіз айтып өттіңіз. Енді психологиялық саулығын сақтау мақсатында балалармен қандай шаралар өтеді? Осындай бір біз қазіргі таңда тек қана баланың патриот қана емес, жан-жақты шығармашыл ғана емес, сонымен қатар психологиялық тұрғыдан сау ұрпақ тәрбиелеуіміз керек деп. Балалармен жеке жұмыстар жасаймыз, психологиялық тұрғыдан түрлі әдістемелер аламыз, методикалар өткіземіз балаларға. Көбінесе мен рөлдік ойындарды көп алам. Балалармен жеке сөйлесу мақсатында, ішкі ойларын түсіну мақсатында рөлдік ойындар, сосын баламен жеке сөйлесу. Жаңа айтып жатырмын ғой, жазалау емес, қолдау мақсатында баламен күнің қалай өтті бүгінгі, сен кейбір балалар болады ренжісіп қалатын сондай кездерінде балалармен жеке сөйлесеміз. Сен сол баланың орнында болғанда не істер едің деген сияқты. Енді бұрынғы кездерінде көбінесе салыстырмалы түрде айтқан ғой, ал мен керісінше айтар едім, баланы салыстырмалы түрде емес, сенің осы істегенің дұрыс болмады, келесіде былай істеп көрейік деген сияқты жақсы жағынан баланы кішкене мотивация беру жағынан баланы келесіде қателеспеуге емес, қателессе де сол қателікті орындамау мақсатында балалармен жаңағындай жеке жұмыстар көп жүргіземіз. Рөлдік ойындар арқылы, түстер арқылы жаңағы эмоцияңды таны, сенің бүгінгі эмоцияң қандай, түстер арқылы көрсетіп берсең, смайликтер арқылы көрсетіп берсең деп балалармен солай жеке жұмыстар жүргіземін. Керемет. Кезінде бізде мейнстрим болған IQ дейтін бір керемет термин болатын. Қазір AQ дейтін терминде қалыптасып келеді, эмоционалдық интеллектті білдіретін. Ал енді психологиялық тұрғыдан әрине эмоционалдық интеллектті де қалыптастыру өте маңызды. Енді бұл тұрғыдан жұмыс жасала ма мектепте? Әрине, жұмыстар жасалады. Енді интернет желісі қазір жақсы дамыған ғой, балаларды қорғау ұйымы, балаларды қорғау мақсатында QR код, қазіргі көбінесе балалармен жеке жұмыс жүргізгенде ішкі өзінің жан дүниесін айтқысы келмейтін балалар бар. Сондай балаларға мектеп қабырғасында әрбір партаның оң жақ бұрышында QR кодтар енгізілген, солар арқылы өзінің ішіндегі жан айқайларын жеткізе алады балалар. Ал қазіргі таңда жалпы сонымен қатар осы эмоционалдық интеллектті
қалай қалыптастыруға болады? Бір фишкалары, қағидалары психологиялық тұрғыдан қалыптасқан ба, енгізілген ба? Әрине енгізілген ішінде. Ендеше қандай мысалы қағидалар бар осы қалыптастыру үшін? Қағидалары жаңағы баланың ең бірінші ішіндегі болып жатқан психологиялық тұрғыдан алып жатыр қой бұл жерде. Жан дүниесін, мысалы біреуге ренішті болып тұрма, немесе бір өзінің ішіндегі бір проблемасы болып тұрма, соны жеткізу. Енді кеңінен таралған ғой қазір. Ата-анаға, мұғалімге, психологқа айтылмағанын осы интернет желісі арқылы кез келген психологқа хабарласа алу, телеграм боттарында QR код арқылы жаңа айтып жатырмын, әдістемеде көрсете алмаса да жеке жұмыс жасауға да болады. Ал енді баламен тіл табысу кейде қиын болады деп өзіңіз айтып жатырсыз. Кейде жан дүниесіндегі нәрсені жасырып қалуға тырысады. Енді бала әрине кішкентай, кейін осындай бір орта переходный возраст дейміз, сондай кезекке келгенде әрине жабылып қалуы да мүмкін. Дегенімен баланың тіл табысуында қандай фишкалар мен лайфхактар бар? Жалпы баламен тиімді әрі жеңіл қалай тіл табысуға болады? Балаға ең бірінші сенімділік орнату, баламен жеке сөйлескен кезінде ішкі жан дүниесін біліп, бала сенімді болса, көбінесе отбасыларда балалармен жеке сөйлеспейді. Мысалы, қиын балалар қазіргі шығып жатыр ғой. Ол қиын баланың ар жағында эмоциялық бір жетіспеушілігі болады. Баланың ішкі дүниесін айта алмайтын ата-анаға. Сондықтан көбінесе ата-аналар балалармен жеке жаңағы отырған кезде немесе дастархан басында сөйлесіп отырса, жиі жаңағындай мадақтап отырса баланы, бір кішкентай бір жетістіктері болса, соны алдағы уақытта одан да жақсы жетістікке жететіндей жаңағындай ықпал жасап отырса, көбінесе жоғарғы сынып, мысалы қазіргі мамандық таңдағанда да көбінесе қателесіп жатады. Сол кішкентай кезінен бір қабілетін байқап, ата-ана болсын, жаңағы психологиялық тесттерден де біз баланың дарындылығын анықтаймыз. Сол баланы сол жаққа баулыса, көбірек мысалы спорттық жағынан ба, жоқ әлде пәндік олимпиадалардан ба, сол баланың қабілетін танып, ары қарай соған баулыса, жаңағы мамандық таңдаудан да қателеспеушіліктер жаңағы жиі орын алмас еді. Соны айталам, енді фишкалар болғанда сол ата-анасы ғой, үйіндегі ең бірінші баланы бағыт бағдар беретін, баламен жеке сөйлесетін, сырласатын, мектепке, мұғалімге, психологқа айтылмаған, көбінесе ата-аналарға айтылатын балалар. Сол мейірімділік таныса, күніне кем дегенде бір рет құшақтаса баланы, жетістіктермен мақтаса, жаңағыдай өзі үлгі бола білсе, сол жақсы қасиеттерін алға тартып отырса, жазалау емес, қолдау мақсатында. Әрине, бізді құшақтаса, тіпті ересек адамда өте бақытты болады. Бізде де осындай бір традициямыз бар, дәстүріміз бар. Әрине, экран арқылы біздің көрермендерді құшақтау, ол үшін біз әрине жақсы сөздер айтуға тырысамыз, себебі жақсы сөз жарым ырыс. Ал енді Әміре, үйіңде сені көп құшақтай ма? Иә. Қалай еркелетеді? Күшті. Қандай еркелік, ата-анаңнан қандай еркелік сөздер көп естисің? Сен қандай баласың үйде? Мейірімдісің, е? Иә. Қалай айтады саған? Ақылдым деп айтады. Қандай мақтанышпен ақылдым деп айтады дейді. Жақсы, тағы қалай еркелетеді? Мейірімдім, батырым деп айтамыз, көбінесе үйде. Иә. Жалпы бұндай еркелетулер баланың сенімділігін оятуда өте қатты рөл ойнайтынын біз әрине білеміз. Сондықтан жақсы бала өседі деген сенімдеміз. Ендеше құрметті телекөрермендер, біздің сұхбатымыз әрмен қарай жалғасады. Дегенімен кішкене үзілістен кейін біз сіздерге
қайта ораламыз. Ұлым, сен менің бойымдағы текті рухтан жаралғансың. Құлыным, өмірде ырысын тоналтпаған, намысын жоғалтпаған жандары ғана жеңіске жетеді. Арлы, адал азамат бол, мұрагерім. Алладан кейінгі шеберім, жан әке жан жүрегім. Самғасам күш қуат демегім, сүрінсем тәрегім. Қалдырмас аязға ызғарға, алыбым асқар тауым. Жан әке қасымда сіз барда, арайлы әр таңым. Әр қашанда биік көретін мен басқадан. Менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем, ең жақсы адам. Қасиет киеңнің шыңына арнадым алғыс тағзым. Еш мектеп жете алмас құнына ең мықты ұстазым. Аңсайды ұлына әр әке, елде жоқ бақ қонғаным. Жетеді мен үшін жан әке, сөздей ақ болғаным. Әр қашанда биік көретін мен басқадан. Менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем, ең жақсы адам. Әр қашанда биік көретін мен басқадан. Менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем, ең жақсы адам. Әке, сіздің қайсарлығыңыз маған дарыған. Мен сол үшін өмірмен күресуді, жеңілмеуді өзіңізден үйрендім. Құрметті телекөрермен, біз эфирге қайта оралдық және де біздің меймандарымызбен сұхбатымызды жалғастырамыз. Бүгін біз балалық шақ және де осы қуанышты керемет балалық шақтың негіздері жайында әңгіме өрбітіп жатырмыз. Сондықтан келесі сұрағымыз, бұл қазіргі таңда балалар өте дарынды, ерекше, тіпті интернет желісі арқылы өз дарындылығын былай дамытып жатады. Дегенмен осы тұста баланың дарындылығы мен таланттылығын, өнерлілігін бәрібір де көріп қалу қажет сияқты. Осы тұста мектепте, мысалға, сіз ата-ана тұрғысынан бұндай қасиеттерді қалай байқайсыз? Біз енді психолог болғасын, баланың дарындылығын анықтау мақсатында тесттер аламыз, әдістемелер аламыз, анкета, сауалнамалар аламыз, баланың дарындылықтарын анықтаймыз. Енді қазіргі балалар дарынды балалар ғой. Бұрынғы кезде енді ондай мүмкіншіліктер болмаған шығар. Қазір интернет желісі арқылы балалар әртүрлі, мысалы қазақ, ағылшын болсын, орыс тілі болсын, еркін меңгере алады. Көптеген жаңағы кружоктарға қатысады балалар. Қазіргі кезде бүкіл
жағынан балаларға жағдай жасалып жатыр ғой. Жаңағы енді баланың дарындылығы өзі кішкентай кезінен бастап білінеді. Жаңағы ортамен араласуы, я болмаса әнге деген қабілеттілігі болсын, сурет салуға болсын, кішкентай кезінен баланың өзі ашықтығынан білінеді ғой енді. Тест арқылы да қабылдай аламыз, тексереміз баланың дарындылықтарын. Жақсы. Ал мысалға қиын балалармен жұмыс істеу тәсілдері қазіргі таңда бар ма? Және де қандай? Қиын балалармен жеке жұмыста жүргіземіз. Көбінесе сурет түрінде, жаңағы менің отбасым, жаңағы әртүрлі методикалар бар. Соларды алып, сол суреттеріне қарап, әртүрлі түстерді таңдау арқылы баланың жаңағы күнделікті көңіл күйін жеке назарға аламыз қиын балаларды. Жаңа айтып жатырмын ғой, қиын баланың артында баланың эмоциялық жаңағы күйзелісі тұр. Жаңағы ашық сөйлесе алмауы отбасымен, отбасының қолдауының болмауы, жиі баланы сөзге тартып, күнделікті жаңағы болған, мысалға бүгінгі күнің қалай өтті балам деп сондай бір диалогтың болмауы балалардың жаңағы эмоциялық күйзелісіне алып келеді. Сондайдан енді балалар, қиын балалар деп жатамыз ғой, эмоцияның бұзылысынан. Көбінесе ол балалармен жеке жұмыстар айына 2 рет, 3 рет жүргізіліп отырады мектебімізде. Жұмыс қарқынды өтіп жатыр. Ал енді Әміре, өте талантты, дарынды бала екенін көрініп тұр. Жалпы Әміре Қашаубаевтың есімі де жалпы ырымдап қойылған. Сенің де әншілік қабілетің бар екеніңді білеміз. Сондықтан бізге бір ән шырқап бере аласың ба? Қандай ән шырқайсың? Өзіңді таныстыра ғой, Мәриям. Мәриям Хакимжанова атындағы жалпы білім беретін мектебінің 1-ші Б сыныбы оқушысы Бақыт Әміре Ерсұлтанова. Қандай керемет? Өлеңінде айта ғой. Аяулы. Аяуы анашым ақша берген маған өмірде қой. Сенен артық анам бәрі баңғы әнейтіп мақтанам. Аяуы анашым. Анашыңды жақсы көресің ба? Иә. Неге жақсы көресің? Жай анам жанымда екеніне де қуанасың. Керемет. Ал енді мысалға қолыңда сиқырлы таяқша бар екенін елестетейікші. Қандай ғажайыптар жасар едің? Дубайға барар едім. Сосын? Тек Дубайға барғың келе ма? Қандай арманың бар? Басқа да арманың бар ма? Көп ақша алу, iPhone, iPad. Бар ма арманың? Қолда сиқырлы таяқша болса, не істер едің? Ата-анаңмен? Ата-анаммен қыдыратын едім. Қайда қыдыратын едің? Шештің ба? Дубайға. Дубай деп айтып отырғаны осы, я? Ата-анамды Дубайда қыдыртар едім деп айтып отыр. Бізге де көбінесе айтады, өскенде сіздерді қыдыртамын, түрлі елдерді аралатам, қалағандарыңызды алып берем деп. Жақсы, керемет. Енді Айдана Қонысқызы, Қонысбек қызы, өз балаңызды бақытты ету үшін ата-анаға қандай кеңес берер едіңіз? Балалармен отбасылық жиі серуендер, отбасылық жұмыстар. Баланы бақытты ету үшін сол ата-ананың ең бірінші ықпалы. Баламен жеке сөйлесу, дастархан басында жетістіктерін алға тартып мақтай білу, балаға мейірімді бола білу. Балаға мейірімді болсаң, ол ертең өскенде де сондай мейірімділік танытатын, мейірімді жақсы азамат болып өсетініне сенеміз. Көбінесе отбасылық сол демалыстар ғой, балалармен жеке ойнау,
оның өзі сол балаға көңіл бөлгенмен тең. Жаңа ақша беріп қана қоймай, түрлі кружоктарға алып барып қана қоймай, баламен жеке жұмыс жасау, ойындар ойнау, бірге тамақтану, бірге серуендеу, отбасылық кештер ұйымдастыру, жаңағы саяхаттау деген сияқты. Сол ата-ана баланың қасында болса, жаңағы бақытты баладан, бақытты ата-анадан бақытты бала өсіп шығады. Керемет. Ал енді біздің дәстүр осы телеарнамыздың, сонымен қатар бағдарламамыздың бір дәстүрі бар. Бұл қонақ кәде деп аталады. Екінші камера сіздерге арналады. Біздің көрермендерімізге деген игі тілектеріңіз бар болса, соны жеткізе алсаңыз болады. Және де сәлемдемені де жеткізуге болады. Бүгінгі студияға шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Енді алда келе жатқан балаларды қорғау күні құтты болсын, балапандарымыз ауырмасын, еліміздің ертеңі дейтін елдің балалары болып өсетін осы зор үміт күттіреміз ғой, жаңағы енді болашағымыздан үміт күттіріп отқан балапандарымыз аман, білімді болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сол. Керемет тілек. Әмре, біздің көрерменге не тілейсің? Айта ғой. Ұялма, Балалар қандай болу керек? Қандай балаларға тілегің бар? Сабақты? Сабақты жақсы оқысын. Сосын? Дендері сау болсын ба? Я? Денсаулық тілейміз. Ата-аналарын тыңдасын. Сосын? Қандай тілектер айтасың балаларға? Қандай тілегің бар? Сәлем жолдағың келе ма? Ауылдағы ата-әжелеріңе, бауырларыңа? Иә. Жолдай ғой. Айта ғой? Я. Ата-әжеме. Ата-әжеме. Бауырларыма. Бауырларыма. Нағашыларыңа. Тәтеріме. Сыныптастарыңа, е? Сәлем жолдайсың. Керемет. Жақсы. Құрметті қонақтар, бүгін бізге мейман болып жайғасқандарыңыз үшін көп рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөліп, бүгін осы біздің көрермендерімізбен сырласып отырсыздар. Бұл өте керемет. Алдағы уақытта барлық арман тілектеріңіз орындалсын, және де барша қойған мақсаттарыңыз айқын және де орындалсын деп тілейміз. Құрметті телекөрермен, осымен бірінші лектің сұхбаты да өз мәресіне келіп жатыр. Дегенмен біздің бағдарламамыз аяқталмайды, себебі алдағы уақытта екінші лек қонақтары да жайғасатын болады. Көзге ұқсаған көктем еді, түсініксіз кеткен едің, жүрегіңнен өшірдің бе, хат жазбайсың көптен бері, көнесің бе, көнбе мейлі, дүние осылай дөңгелейді, үйретеді
өшті өзің жаққа ойым ұшты кету оңай қалу қиын сен келмейсің өкінішті өзің жаққан отты енді өзге аяусыз өшіреді айыптама кінәм болса сүйген адам кешіреді сен мені кінәлама 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 мені сезімдер сыналама сыналама махаббат өткенде сен мені кінәлама 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 мені өзіңдер сыналама сыналама алыстап кеткенде сен мені кінәлама 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 мені сезімдер сыналама сыналама махаббат өткенде сен мені кінәлама 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 мені өзіңдер сыналама сыналама алыстап кеткенде Ну что же, наш эфир продолжается. Мы в хорошем настроении, правда? Действительно. И продолжаем встречать наших замечательных гостей. Итак, координатор американского уголка, что находится в библиотеке Льва Николаевича Толстого, Таймирис Зулкарнаева, сегодня вместе с нами. Добро пожаловать, рада вас видеть. Здравствуйте, спасибо большое, что нас приняли в гости. Вновь в этой увидимся самой с вами. студии. Но у вас всегда есть много прекрасных поводов, о которых нужно рассказывать нашим зрителям. Итак, наступает летний сезон, самый продолжительный такой период для всех деток, да, когда они хотят, да, эти самые долгожданные каникулы, но вместе с тем эти каникулы нужно проводить с пользой. Я думаю, вы согласны с этим, Да. потому придумывайте всякие активности для этих деток. Расскажите об этом. Об этом будет более подробно даже рассказано, о том, что всем, в принципе, известно, что в библиотеке Толстого, конечно, упор идет на книги, что мы также делимся информацией про литературу на зарубежных языках, но на летнее время мы чуть-чуть меняем нашу методику и переходим в режим лагеря, к чему, собственно, я хотела рассказать, что летний лагерь у нас идет для подростков от 14 лет. Думаю, в летнее время родители и сами подростки не знают, куда себя деть, чем себя занять, как вот можно грамотно, как можно эффективно проводить время, то есть и не забывать определенные знания, конечно. Лагерь у нас проводится ежегодно, уже, наверное, порядка 3-4 лет, стабильно, с июня по август мы занимаем детей. Они рассказывают, допустим, что они хотят получить, конечно, предварительно проводим такие опросники, чтобы вам было интересно, как бы вы хотели провести, какие секции вам были бы интересны, то есть взаимодействие с ними. И потом уже, исходя из их ответов, мы готовим определенные секции, подразделы. К примеру, потоковые у нас есть чисто языковые, есть, которые с упором на воркшоп, мастер-классы, что-то ручное делать, там, рисование на одежде, допустим. И в конце каждого потока ребята показывают свои какие-то определенные работы. Это как бы хороший, что результат. И родители видят, что мой ребенок не просто так куда-то ушел, он по чем-то занимается и по чем-то наблюдениям. То есть дети не остаются без внимания. И, как я говорила ранее, что летний лагерь – это не просто такое вот занятие. Ребята в будущем, точнее, придя в уголок, они даже не понимают,
в каком формате, как это будет, как со мной будут разговаривать. И многие такие закрытые ребята к концу потока, допустим, за 2-3 недели настолько раскрываются, что потом в будущем волонтерами становятся. И как-то изъявляют желание об этом. Так. Вот, поэтому как-то и хотелось бы призвать, наверное, родителей и молодежь, подростков заниматься чем-то, делиться своим опытом, не просто как-то сидеть, какие-то навыки в себе копить, а уже распространять это, рассказывать, и чтобы дети другие перенимали это и шли уже в более активную волонтерскую деятельность, которая в дальнейшем будет помогать и при поступлении во многие вузы, и, думаю, это жирный плюс будет детям. Итак, вы обозначили возраст от 14, да? Почему? Вот именно такая цифра. Почему не 12, не 16? Все Что зависит кроется? от того, что в 14 лет уже родители более-менее спокойно могут отпустить своих, как свое чадо, заняться чем-то за пределами. Зачастую дети до 14 лет, у нас, конечно, очень много родителей просят: займите нашего ребенка, ему там 8 лет, ему 10 лет, он тоже хочет, допустим, его старший брат ходит, он там учится. Но, к сожалению, пока что возрастное ограничение 14+, в связи с тем, что детки до 14 немножечко, чуть-чуть не самостоятельные, и нужно за ними еще больше внимания. А так как это определенно большой поток, зачастую дети, там 30 человек у нас бывает в потоке, мы просто будем немножко разрываться. Поэтому упор идет уже более осознанные такие дети, от 14, 13, те, кому 14 лет, мы тоже рассматриваем. Поэтому можно. И такие. Это единственное условие? Или есть еще какие-то? Вот, например, они должны быть в числе постоянных читателей вашей Нет, библиотеки? это все желающие, абсолютно. Любые, да, дети Да. принимаются? Самое главное быстро записаться, да, чтобы места хватило. Конечно. Обычно у нас регистрация открывается где-то за недельки 2-3 до начала. Так. И к чему хочу подвести? К тому, что у нас 16 числа уже запускается первый поток. И как раз у ребят есть возможность, у нас примерно 2,5 недели до начала, и можно зарегистрироваться. Ссылка у нас будет, как обычно, в шапке профиля. Получается, вы уже план разработали, уже знаете, да, какими именно секциями будете удивлять деток в этом году. Конечно. Что это будет? Поделитесь. Большая часть, конечно, пускай будет интригой, но самое классическое – это занятие английского, потому что мы делимся ресурсами американского уголка и, соответственно, английским языком. Так как в течение года, допустим, с сентября период по май месяц, ребята занимаются продолжительные такие вот группы, где ведут они занятия английского. А в летний период, когда все на каникулах, они уже уходят в тот режим, что мне удобно, допустим, 2 недели. Все, я поучаствую, дальше я, к примеру, уезжаю с родителями куда-нибудь вместе с ними отдыхать и возвращаюсь дальше в другую группу. Тут более гибкий график, то есть гибкие условия. Помимо английского, также и рисование на одежде. У нас очень много творческих ребят. Ребята, кто в художку ходит, занимаются, ребята, кто просто какими-то хендмейд поделками занимается. Те же самые браслетики, вот фенечки у нас девочка занималась в прошлом году. И в составе волонтера осталась, кстати. Очень такие интересные ребята. И с классики это, конечно, настольные игры. То есть мы привыкли, наверное, проводить время в какие-то там домино играть или еще что-то, в джангу, допустим. И то же самое у нас есть на английском языке. То есть упор идет именно на то, чтобы ребята практиковали английский язык путем там игр, разговорных клубов и в целом как-то через поток речи именно. В общем, разные виды активности предусмотрены, самое главное вовремя записаться. Слышала я про школу лидерства. Расскажите, что это за проект такой? Да, это один из наших проектов. То есть ежегодно мы проводим ряд определенных проектов, упор там, на гибкие навыки, на твердые навыки. Совсем недавно, кстати, у нас прошел хакатон, Future Innovators хакатон. Вместе с Костной Хабом у нас был такой тандем. Очень круто. Ребята с разных школ, они тоже разрабатывали разрабатывали идеи, готовили, и у них отлично это получилось. И следующий у нас является проект, это как раз школа лидерства, в котором мы уже обобщаем все, что можно было за этот год, что мы проводили. Это гибкие навыки, это ораторские навыки, допустим, актерское мастерство, будем делиться с ними. И, конечно, упор у нас будет также и на твердые навыки. Об этом будет пока секрет, что будет в этом блоке. Но сам проект «Школа лидерства», он состоит из нескольких блоков. То есть ребятам будет очень интересно не только именно занять себя в творческой стороны, как бы раскрыть себя, но и чему-то новому научиться, чтобы в будущем это так заложилось как
будущий росточек к чему-то большому новому. Но тут, мне кажется, уже такой серьезный отбор, да? То есть лучшие из лучших, которые борются вновь за место под солнцем, да, быть тем самым лидером, на которых будут равняться остальные ребята, быть примером для своих сверстников, да? Вы же много очень закладываете подтекста вот в эту самую школу лидерства. Это же не просто времяпрепровождение, а целая наука, что ли, как себя правильно преподносить, как быть лидером этого общества. На самом деле, да, согласна, потому что быть лидером – это не просто, и не только занимать, допустим, какие-то лидирующие, руководствующие позиции, но и быть лидером – это для самого себя. То есть ты не боишься, ты готов идти вперед, ты готов выступать, ты готов вести за собой людей, чему-то учить. То же самое, как волонтерство – это одна из частей, как бы такая важная часть быть лидером. Я могу научить кого-то, я поделюсь с тобой знаниями, а ты поделишься чем-то со мной. И это будет как определенная копилка чего-то обобщенного. И лидер – это не просто, наверное, слово, это не просто позиция, это, наверное, состояние должно быть. И лидер – это человек, который, наверное, ведет с собой всю команду. Есть люди лидеры, есть люди-исполнители, я думаю. Поэтому все, кто занимает, допустим, позиции не лидера, себя могут вот так вот прокачать. Также работу в команде, работу внутри, помогать, допустим, тому же человеку, кто выше и так далее. Да. Такое испытание для самого себя. Ну и большая ответственность, правда? Челлендж для себя – это в первую очередь для себя. Ты себя должен чему-то научить, перебороть и получить какой-то опыт в будущем. Так, хорошо. Какие еще интересные проекты? На самом деле добавлю то, что проектов у нас очень много. Впереди еще ожидаются выезды. Выезды в учебные заведения, выезды в лагеря. Мы проводим такие проекты по американской культуре. То есть мы рассказываем про историю, допустим. И добавлю еще, знаете, то, что у нас, как принято, ежегодно прилетают native спикеры, американцы, то есть носители языка. И все привыкли, что где native спикеры? Ну, они в американском уголке. Зачастую. Конечно, у нас в городе есть и преподаватели из других учебных учреждений, я с ними лично, к сожалению, не знакома, но у нас, к примеру, недавно прошла вот встреча с баскетбольным игроком Демонте Флэниган. Приезжала, рассказывала о том вообще о своем международном опыте, и у нас порядка 55 человек собралось. Просто на одной встрече все вот так задавали интересующие вопросы. А из будущих встреч с native-спикерами у нас будет 3 числа гость из Америки, будет рассказывать именно про систему образования США, потому что он человек с таким огромным опытом, больше 35 лет работал в университете, преподавал. И думаю, ребятам, кто учит английский, кто хочет поступить за рубеж, конечно же, и учителя, которые хотят обогатить тот опыт детей, отправить, к примеру, по тому же флексу, кого-нибудь учиться за рубеж хотя бы на год, это будет очень полезная встреча. То есть как бы из планов на осень это наши стандартные групповые занятия, конечно же, культурные такие мероприятия, культурные праздники, как мы любим это, День благодарения, Хэллоуин. И именно больше на образовательные, конечно, и на культурные уклон идти. Хорошо, давайте сделаем небольшую паузу, музыкальную паузу, после чего продолжим. Оставайтесь на нашем канале. Солай демекпіз, мүлдем білмеппіз, сезіміміз қалатынын еріксіз. Жүрегіміз қалатынын еріксіз. Махаббат бізді аяп
бізді аямай езіп тастаған. Мен емес сені бақыттағылар басқадам. Жүзімді менің жаныңды лезде жылатқан, көрерсің енді фото мен бейне таспадан. Продолжается наш эфир. Заинтересовал ваш лагерь, наших зрителей. Начинают поступать вопросы. И самое главное, пожалуй, продолжительность. Вот не все поняли, да, то есть если ребенок заряжен, условно, подросток, да, будем говорить, с 14 лет, он может на протяжении всех 3 месяцев там находиться или как-то все-таки ограничено время пребывания? Вот об этом, пожалуйста, расскажите. Хороший вопрос, спасибо, что его задали. Потоки у нас ежегодно мы варьировали. Где-то пытались в рамках недели, где-то растягивали на целый месяц, где-то на 2 недели. Самый практичный вариант как раз-таки 2 недели, что ребята не сильно им это наскучат, но и не слишком быстро все закончится. Поток мы планируем вот первый запустить на 2 недели, чтобы ребята вот с 16 июня по 27 число, они как раз испробовали именно больше языковой лагерь, упор, чтобы не забыть то, что у них как раз-таки закончилось по учебе недавно. И уже следующие потоки будем исходить именно из первого. Но я предполагаю, что каждый поток будет длиться по 2 недели. Но если, конечно, есть желающие, которые пришли в первый поток и хотят дальше и не хотят уходить, да, то без проблем ребята они могут даже остаться, да? Остаются и без дальшей регистрации. Также есть вопрос по продолжительности нахождения. С утра занятия проходят, после обеда. Как долго все это? Целый день ребенок занят или это несколько часов всего лишь? Расскажите. Мне кажется, не все взрослые даже могут быть такими усидчивыми, чтобы целый день проводить время в лагере. И самый оптимальный вариант, что ребята приходят, это на 4-5 часов. К примеру, берут с собой определенный перекус с 10, с 11 утра и где-то до 3-4 часов дня. То есть у них свободно они могут выбрать секцию и уже посетить. К примеру, опять же, когда уже будет у нас отбор, когда мы посмотрим определенное количество, уже сколько у нас мест заполнено, будем отталкиваться от того, что какую секцию мы запустим для них. К примеру, они заполняют и говорят, что нам такая секция, допустим, больше преобладает ответов. Та же секция рисования на одежде, к примеру. И мы уже берем именно больше творческой и на первый план ставим это. Если преобладает, конечно, английский язык, на что я очень надеюсь, у нас уже упор пойдет именно на английский. Ребята, как сказать, будут уже именно там заниматься. Так. С 10, к примеру, у них там час бывает 2 часа. То есть мы именно на их интересы отталкиваемся. Если интересно больше на языковое, конечно, мы там 2-3 часа можем просто полностью целый день посвятить английскому и разбавлять уже именно чем-то там настольными играми и рисованием. Про взрослых, кстати, тоже есть вопрос. Кому доверяют свое чадо, это тоже немаловажно. Сколько там педагогов, да? Это же люди все с профессиональным профильным образованием, я так понимаю, да? Дело в том, что у нас летний лагерь, упор идет как раз-таки на то, что это волонтеры преподают. Волонтеры. Наши волонтеры это наши выпускники, это наши старшеклассники, это студенты выпускных курсов. И, конечно, определенные секции веду сама я, координатор, так как я являюсь именно представителем и руководствующим лицом этого пространства. Поэтому все ребята, когда в первый день приходят, они приходят с родителями и доверяют свои чада мне. Как раз у нас есть доверенности, определенные документы, которые родители в первый день все внимательно изучают и потом уже подписывают и предоставляют разрешение, что ребенок в этот промежуток времени с такого-то по такое-то, допустим, с такого-то по такое-то время находится у нас на попечении, то есть координатора. Для заявки что необходимо? Тоже есть вопрос. Для того, чтобы зарегистрироваться, единственное, что нужно, это иметь Инстаграм. Потому что, да, регистрационная форма у нас всегда расположена в шапке профиля. Кстати, могу даже вот так показать в шапке профиля нашего Инстаграм. И ребята уже отвечают на вопросы. Если вдруг у ребенка нет своего Google аккаунта или нет Инстаграма, то это делается через родителя. Просто указывать, что ФИО у самого ребенка данный, возраст и контактные данные, с которым можно будет связаться. Желательно так, чтобы это можно было связаться и через WhatsApp.
То есть изначально все-таки все электронно, да? Да. Прийти непосредственно в библиотеку нельзя, да? И там на месте как-то заполнить? Или есть такой вариант? Такой вариант тоже есть у нас. Конечно, есть такие родители, кто не любит пользоваться социальными сетями, и для них привычнее именно подойти, оставить заявку очно. Такой вариант тоже рассматриваем, но большая часть, конечно, приходит именно через цифровой, через интернет. Поэтому оба варианта мы рассматриваем, будем рады видеть вас очно. Проговорите прям название вашей странички, Да, чтобы все сейчас можно. записали, знали. Американ, нижнее подчеркивание, корнер, нижнее подчеркивание, Костанай. Можете прям Всё. подержать, чтобы Наши данные. успели, да, зрители увидеть. Сейчас мы крупно постараемся показать, прям с двух сторон. И тут же можно увидеть и всю другую информацию дополнительную, да? Да. Страничка активно ведется, какие-то мероприятия, быть подписанным – это хорошо, Это быть чтобы не плюсом. упустить все самое важное, да, из жизни данного уголка. Вот, друзья, смотрите, пожалуйста, запоминайте, подписывайтесь, будьте в курсе всех последних событий и анонсы тоже туда. Конечно. мы И если выкладываем. есть вопросы, то, конечно, можно задать по сотовому номеру. Он указан у нас везде и в шапке профиля, и так, и можно, в принципе, поделиться. Кстати, да. можно здесь отметить следующее, что наш эфир сохраняется на платформе Костанай ТВ и на YouTube платформе нашего канала. Поэтому, дорогие телезрители, если вы не успели отсканировать, заходите к нам на YouTube канал. Стоп-кадр, да? Да, либо на, так скажем, наш сайт и делайте скриншоты. И все найдете. Надеюсь, что да, информация дойдет до всех желающих, для тех, кто хочет эффективно, с пользой провести время, не забыть какие-то навыки, быть полезным обществу, быть полезным самому себе в первую очередь, чтобы это удовольствие приносило именно себе. Ну, 2 недели, вы говорите, оптимальный срок Самое. лагеря. Казалось бы, ну, ни много и ни мало, да, для лагеря самое то. Вместе с тем, вы говорите, вот кто выберет изучение языка, да, вот все-таки пойдет по этой линии, не просто развлекательные какие-то мероприятия, а вот прям обучение. Вот что можно сделать за 2 недели, да, у кого-то возникнет такой вопрос? Ну, наверное, заложить какую-то основу любви, как минимум, да, к иностранному языку, может быть, дать небольшую базу разговорную, да, что еще можно успеть сделать за это время, за этот небольшой срок? Допустим, если мы берем с вами вот 2 недели, ребята, они сначала проходят базовый тест, к примеру, какой уровень у них сейчас. Мы его выявляем, уже смотрим. Если у ребят более продвинутый, то можно вносить в программу и просмотр фильмов на английском. С субтитрами, конечно, чтобы было легче понять. И мы, вот как вы сказали, прививаем любовь именно к иностранному языку. А через настольные игры это тоже будет часть именно изучения английского языка. Как занятие это тоже будет входить. Но 2 недели, я считаю, что этого достаточно для того, чтобы как-то раскрыть свой потенциал. Всем известно, да, что привычки вырабатываются 3 недели, что там 20-21 день, и ты начинаешь привыкать. Но с английским это работает по-другому, там быстрее, потому что где-то уже на слуху определенные слова. Все мы слушаем иностранные песни, все мы смотрим фильмы, мы играем в определенные игры, в которых все интерфейс идет на английском языке. Поэтому это все равно как-то идет процесс легче освоения. И все-таки, если прям вообще базы нет, 0 в английском, есть шанс записаться и тоже попробовать свои силы? Конечно, есть. У нас на практике таких, наверное, потоков было даже 2. Два? Так. В 23-м году у нас в одном потоке было 18 ребят, и где-то большая часть преобладала, что ребята не знали английского. В будущем они остались еще на 2 потока. Они у нас учились и остались уже и на длительный как раз-таки тот период, с сентября по май ребята английский подняли там до уровня B1. То есть это хорошая база, и главное, чтобы они это полюбили, чтобы это им запало. Если это не зацепит, то, конечно, это уже не зацепит и дальше. Тут дело уже вкуса. Это уже ваше мастерство, да, заинтересовать? Да, это по-нашему. Ну, а заинтересовать, я думаю, несложно, потому что это все-таки не традиционный урок, да? Форматы разные. Разный формат, творческий подход, и все это дает
мне кажется, свои плоды, и ребята намного активнее, да, приступают к обучению, Да, потому конечно. что все равно, скажем так, классный какой-то урок, он обязывает, да, вот, строгость, много детей, да, каждый пока вот вовлекается в процесс, не каждый это делает успешно, да, Да. кто-то тянет наоборот вперед, да, кто-то назад, а здесь вот как-то, когда вы выявляете уровень ученика, они уже в едином потоке, да, Да. стремятся уже к новым знаниям. Конечно. Ну, если, допустим, ребята, которые немножечко отстают, мы и помогаем им. Есть мы, есть я, есть волонтеры, которые преподают. Мы никого не оставляем без внимания. У нас ребята все остаются под чьим-то присмотром, даже под тем же присмотром своих ребят, кто в одном потоке. У кого-то все равно чуть-чуть больше опыта. Кто-то может поделиться знаниями. Или сказать, а вот такой лайфхак я знал, я в ТикТоке посмотрел. И такое бывает, да? Конечно. Do you speak English? Yes, I do. А дальше? А дальше надо учить. Ну вот казахский в совершенстве, можно сказать, да? Английский пока еще нет? Не совсем? На самом деле, я же сейчас обучаюсь в ЕНУ, и мы читаем книги на английском языке, конечно, дается с трудом, но мы постигаем, грызем гранит науки. Конечно, тоже есть в планах, можно походить в American Corner. Кстати, я немного пыталась брать уроки в астанинском. American Corner у нас как раз в университете он есть. Да, очень удобно то, что каждом не городе. все же знают, да, что вот мы расположены в каких-то больших таких областных центрах. И одна из таких удобных библиотек, это расположение уголка, это в библиотеке ЕНУ. У нас очень много интересных проектов и там проводится. Кстати, скоро у них будет мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. То есть мы не просто как-то через культуру, мы образование, мы еще и какие-то полезные навыки так делимся. У нас это в будущем тоже, кстати, будет проводиться. Вот, как раз хотела об этом спросить, а будет ли у нас? У нас будет, конечно, ряд таких мероприятий, они бывают проводятся и внепланово. Если мы где-то смотрим, что это в тренде, это полезно, это нужно знать, мы, конечно, определенный сценарий готовим, все это решаем, согласовываем с тренерами, с нашими спикерами и все, конечно, проводим. Вот у тебя 3 месяца впереди летних. Возьмете под крылышко, обучите? Конечно. Обязательно. Замечательно. Будешь вести еще передачу и на английском. Хорошо, всегда готова. Ну, от вас пожелания нашим зрителям, какие-то мотивационные слова, чтобы все записывались в летний лагерь, отдавали своих деток. Можно, кстати, и на английском сказать, а потом уже перейти на русском. Давайте, так будет даже интереснее. На английском хочется сказать don't be so shy, study well, be the best of the best. Не стесняйся, учись лучше и будь лучшим из лучших. И ждем вас всех в American Corner Костанай. А для этого подписываемся сначала на Инстаграм. Еще раз давайте мы скажем его. Вот, American Corner Костанай с нижними подчеркиваниями. На теме, я думаю, несложно, да? Да. Начнут вводить в Костанай такой точно один, да, эту страничку мы найдем. Поэтому, дорогие друзья, подписывайтесь, будьте в курсе, совсем скоро можно будет подавать заявку. Да, уже скоро открывается регистрация. Ожидайте. Открывается регистрация, будете проходить отбор, ну а далее увлекательное путешествие в мир знаний и не только, еще и творчество вместе с американским уголком. Сделайте так, чтобы ваши детки провели это лето насыщенно, интересно и, главное, с пользой. Вам большое спасибо, что сегодня украсили наш эфир. Спасибо, Надолго не Жанна. прощаемся. До Скоро новых встреч. увидимся. Да. Я бізбен бірге болғаныңыз үшін көп рахмет, керемет сұхбат болды деп ойлаймын. Сонымен қатар ағылшынды сүйсіне оқитын біздің шәкірттерімізге таптырмас керемет мүмкіндік. Сондықтан оны жіберіп алмаңыздар. Ну что же, на сегодня это все. Нам остается пожелать хорошего завершения этого дня, удачных выходных. Тоже надолго не прощаемся. Уже в понедельник встретимся в таком составе. Мінекей 1,5 сағат көзді ашып жұмғанша өтіп шықты, құрметті көрермен. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. До свидания. Мінезін әдемі, таңдырды естен. Тыным таппай бұл жүрегім сені іздеген. Махаббат әлемі
Бізге сыр шерткен, екімізге тағдыр бақыт нұрын сепкен. Жүрегімді тек жаулап алдың өзің, жүрегімді арбап алдың. Жаңа жағады сүйем деген сөзің, тәттісін-ай, тәттісін-ай. Сен деп көңілім қуана береді, жаным саған шын ғашықпын. Сезім шынайы байлап алды мені, тәттісін-ай, тәттісін-ай. Кел, кел, жақсы көрем, бізге қосқан тағдырға сенем. Мәңгі сүйем деп уәдемді берем, маған қолыңды бер, бер, бер. Жаным кел, кел, жақсы көрем, бізге қосқан тағдырға сенем. Мәңгі сүйем деп уәдемді берем, менің сөзіме сен, сен, сен. Мәңгілік сыңар боп ошайық бірге, бақыт жаны жол ашады екеумізге. Сен ғашықсың маған, ғашықпын мен де, бұза алмайды біздің жұпты енді ештеңе. Жүрегімді тек жаулап алдың өзің, жүрегімді арбап алдың. Жаңа жағады сүйем деген сөзің, тәттісін-ай, тәттісін-ай. Сен деп көңілім қуана береді, жаным саған шын ғашық.